Қазақтың дағдылы салты бойынша қыстың басында немесе желтоқсанда әрбір отбасы соғым сояды. Мына соғым дегенді қазақ жаз күндері ерте ойланады. Ерте ойланғанда соғымға әтейі ат, сиыр, түйе арнаулы қоя береді дағы. Осыны қысқа айланған уақытта өзінің кәделеген малын соғымға сояды. Сонда бір сөздері бар бұлардың. Биылғы қазан ошақты осыған артамыз дейді. Сонда оларды тайырлап қойған соғымна қазан ошақты сол жылы соғын артады екен ғой. Енді бұл ірі қараның жіліктерін білгеніміз бойынша ұқтырып таныстырып бергеніміз жөн ғой. Болады жеңешеміз білгенімізше жасап көрсетейік. Біздің мына қазақтың табақтарының түрлері өте көп. Мысалы, бас табақ, қос табақ, сый табақ, қыз табақ, күйеу табақ, келін табақ, сыбаға табақ, ерулік табақ, сарқыт табақ, одан ошақ табақ деп бірнеше түрге бөлінеді екен. Соның біз мына қысқы соғым уақыты болғандықтан енді үнемі қолданылатын табақтардың бірнешеуін көрсете кетейік. Мына бас табақ дегеніміз сыйлы адамдарға, ауыл ақсақалдарына, ел ақсақалдарына, ел басыларына, одан кейін құда жекжат құрметті қонақтарға бас табақ тартылады. Енді сол табақты жасайық. Бісміллә. Мынау ортан жілік. Сиырдың ортан жілігі. Сойғанымыз соғымға сиыр, сондықтан сиырдың ортан жілігі. Бұл енді ортан жіліктей орны бар деген мағынада ортан жілік асамыз. Енді бұл ортан жілікті де айта кетейік. Кейбір жастарымыз ортан жілікпен тоқпас жілікті айыра алмайтын жағдай бар. Ортан жілік тоқпас жілікке қарағанда ұзындау келеді. Ұзындау келеді, мына домалақ басы шығыңқы, мынау жамбастың чұңқырына түсіп тұратын басы. Мынау асықты жілікпен жалғасатын жері мынау. Сонда міне жерде тобығы болады. Мына басы жуандау келеді. Енді сонымен мұның домалашылықтен парқы осыдан сезіледі, байқалады. Ал енді оған мына жауырын қосамыз. Одан кейін қабырға қосамыз. Мына қабырға ұсақтың қабырғасы мен ірғараның қабырғасы ұқсамайды. Бұны екіге бөлеміз. Екіге бөліп, мұның бір талын саламыз. Одан кейін мына сұрпет саламыз. Кесек еттек қоямыз. Одан мына мойын қосамыз. Себебі мойын мына басты ұстап, басты бұрып тұратын мойын. Сондықтан мойын қосамыз. Бір жақ қосымша, енді мойын туралы да бір талай аңыз бар. Бұрын байлар бұны бақташыларға негізінен қой баққан қойшыларға тартады екен. Бір қойшы той жасайтын боп қайнына барғанда асық жілік төс асқан екен. Сонда ұңғыл-шұңғылым мұжитын мойын сойымында жоқ, қапыл-ғұпыл асайтын қарын сұрымында жоқ деп өкпелеп деген бір аңыз бар. Енді міне табағымыз толық болды емес пе? Енді үстіне басты қоясың ғой. Мына басты бұзған қу басты әкеп тартты деп ойлап қап жүрмесін. Қазір қыстың ортасы болды. Бастың барлығы желініп кеткен. Олқы болған жерін кешіріп қойсаңыздар болады. Тарбағатайда қу чекет тартады екен деп ойлап жүрмесін. Мына соғымды сойған күні біз тоқпас жілік тасқанбыз. Тоқпас жілік ол тоқ болады деп есептейді. Оған қосымша мына чекенің жартысын асқанбыз. Сол күні. Ол қосымшасы менен ода бір бас табақ келген көрші қолаң, ауыл ақсақалдары, соғым сойған кісілерге беріліп кеткен ғой ол әдия. Бұл жылқының басына оқшамайды. Жылқының басын біз бөлмейміз. Сиырдың басын үстіп үшке бөлеміз. Жылқының басын мұжып, әдемілеп оны тасқа шығарып қоямыз. Бұл бір біздің ұлтымыздың, қазақтың бір салты. Ана чеке жоқ болса да мынауымыздың өзде бір бас табақ болады. Өйткені мына ортан жілік, жауырын, қабырға, сұрпет, қосымшасы менен бұған бар болса жүрек, қарын, қимай, осын саламыз, сонда бұл да бас табақ болып есептеледі.
Енді мына сирақ жайлы біраз қосып кетсек те болады ғой деймін. Иә. Мына ұсақ малдың сирағını тойға, соғымға сойған кезеңде 3 сирақ істетіп 1 сирақты алып қалады екен. Оның себебі оның әлді басатын жолым бар артымда. Жүретін жолым бар, басатын қадамым бар деп, ол 1 сирақты алып қалады екен. Енді өлім жітім болса, ол 4 сирақты бірақ салып пісіреді екен. Ол енді міндетін орындап болды. Жүретін жолда таусылып дейсін оқшайды ғой. Иә. Ұсақ мал болса, ана кәделі мына табақтарымызға 1 сирақты қосып тартып жатады ғой. Енді ірі-қараның сирақтарын ол енді семья адамдары жіліншік ретінде ол сүйек қайнатқанда айырым өздері асып жеп, мұзып, майын алып жейді ғой. Оның да майы бар. Бақайшықтың майы бар, басбармақтай деп бұрынғылар айтар екен. Ірі-қараның сирағы ол ана табақтарға тартылмайды. Жаңағы бас табақ берген сыйлы қонақтарға енді қос табақ тартамыз. Онымыз сый табақ болып жасалады. Бірінші жамбас. Оған енді қосымшаға арқа қоямыз. Қабырға саламыз. Оған міне әгіндей сұрпет қосамыз. Енді қимай қоямыз. Сый табақ. Сый табағымыз. Бітті ғой. Осымен. Жаңа бас табақты жасап тарттық қой. Бас табақтың артынан енді сый табақ тартуға тиістіміз. Сонда мына сый табағымыз, алдыңғы табағымыз бен мына табағымыз қос табақ тарттық деп есептейміз. Сонда бұл қос табақ есептеледі ғой. Оларға тартылған. Құдаларға, сыйлы адамдарға, елбасыларына. Бас чеке желініп кеткеннен кейін, бас табақтан кейінгі ендігі кәделшілігіміз жамбас. Мынау сый табақ ретінде тартылады, бұның да жол үлкен. Мына соғымның жамбасы 3-ке бөлінеді. Мынау 2 жақ, одан кейін ортасында чұңқыры болады. Ар жағынан қарашы, чұңқыры бар, жамбасы сүйегі бар ма екен? Иә, міне. Мынау чұңқыры бұны ерлерге тартпайды. Әйелдерге тартады. Әйел жамбас дейміз. Мұнан сол әйел жамбас деп есептейміз. Ал енді қазіргі той томалақта 4-ке, 5-ке бөліп жүр. Мына сый табақты тартатын адамдар құда жекжат, ақсақалдар, онан кейін сыйлы қонақтар, алыс жақыннан келген. Осыларға тартылады ғой сый табақ. Негізінен тойларда тартылады ғой сый табақ. Енді қыз, күйеу, келін табақ деген табақ жасалады. Енді бұның мазмұны оқсас болады. Алдымен бұл асық жілік. Қабырға. Төс. Мынау сұрпет саламыз. Сұрпет қосудағы себебіміз бұл енді асқан тамағымыз аз боқпалмасын деген себеппен сұрпет саламыз. Одан міне қимай саламыз. Мынау қыз, күйеу, келін табақ. Енді мына асық жілікті асудағы себебіміз асық жілікте асық бар, асық жілікте. Енді сонда бала асықпен ойнайды, сен ұрпақты бол деген мағынада асық жілік асады екенбіз. Енді пісіп болғаннан кейін мына толарсағын алып тастаймыз. Толарсағын алып, оны салмаймыз. Салмаймыз, асықтың жілікті өзін саламыз. Толарсақты алып тастаудағы себеп бұнада ет жоқ. Өңжің сіңгір. Енді жамбастан кейінгі кәделі жілігіміз белдеме. Бұл да үлкен сыйлы жілік. Екінші жамбас деп есептейміз. Оған қосымшаға қабырға, сүбе қабырға, сұрпет, қимай. Және қосымшаға етіміз аз болып қалмау үшін мынаның сүбенің үші, сүбе қабырғаның. Осыны қосамыз, сондықтан бұл табағымызда міне жасап болды. Мынау белдеме, бұл екінші жамбас орын істетіледі. Енді мынаның барлық қосымша мынау қимай, сұрпет, сүбенің үші, қабырға салынып отырмыз. Осы біздің жоғарыдағы айтылған табақтарымыздың ішінде қарын қосылған жоқ.
қарын ол кем болса болмайтын қосымша ғой. қосымша. Оның әрқайсының өзіне қарынның құрыш қарын дейді, тақыр қарын дейді. Сол құрыш қарыннан кесіп алып, мынаның әрқайсына саламыз. Аш-ішекті де біз ішке жаратып отырмыз. Аш-ішектің де дәрілік ролы күшті. Оны кептіріп қоямыз да, сонан әрбір табақ асқан кезеңде осыдан аздан салып, қосымша ретінде қосамыз. Онан кейін мына сиырдың жел майы болады. Бұл да қосымша істетіледі. Сонда қазір қарнымыз да жоқ, желі майымыз да жоқ, аш-ішегіміз де жоқ болғаннан кейін оны ауызша айтып кетіп жатырмыз ғой. Мынау белдеменің етті түрі, мынау енді етін жеп болған мұжыған белдеме ғой. Мынаны баладар енді білмегеннен кейін айырплан деп есептейді. Бұрынғы ата-бабамыз осының әрбір мүшесіне түгел ат қойған екен. Мына екі қанатты қыранның қанаты дейді екен. Қыран құстың қанаты дейді екен. Мына томпақ маңдайды батырдың маңдайы дейді екен. Енді мына жағындағы, одан гөрі чұңқырлау мынаны шешеннің таңдайы дейді екен. Енді мына ұзын үлкен үңгірді өзен судың аңғары дейді екен. Енді мына бір биікті биік таудың заңғары дейді екен. Мына жерде мына бір нәрсені шебердің ыңғыруы дейді екен. Міне. Енді мынаны бұлай айландырған уақытта мынаны жүріп аттың езуі дейді екен. Мынаны алтын ер дейді екен. Мінекей, адам отыратын. Осы белдемеде біздің ата-бабаларымыздың белгілеп берген 12 түрлі сыны болады екен. Біздің білетіміз осы 8-9 ғана екен. Ал енді бір табақ жасаймыз, әдеттегі табақ. Бұл арқа, сиырдың арқасы. Оған қосымшаға қабырға қосамыз, сұрпет саламыз, одан мұны сүбенің үшін саламыз, оған қимай қосамыз. Енді бұл сиырда 12 арқа болады. 12 арқаның енді бағана басында да айтылды, әгі 7 арқа деп қоямыз, әгі бұрын енді оны ет бұзған адамдар қол үздік деп оны алатын. Одан кейін бір ұсақ арқадар болады, бәлекей арқа деп қоямыз. Оны әгі үлкен жіліктерге, жамбастарға қосымша істетіп жібереміз. Енді одан кейін мынаны үлкен арқадарын бір жілік ретінде асып, осы бір әдеттегі табақ ретінде істетеміз. Бұл арқа негізінен әйелдерге, одан кейін жастау қонақтар соларға істетіледі арқа. Арқаның еті тәтті болады. Енді жаңағы ошақ табақ деп айтылып қалды. Ошақ табақтың мәнісі бұл әгі ошақ басындағыларға, ет асқандарға берілетін табақтар ғой. Ошақ басында жұмыс істегендерге берілетін табақ. Енді мынау арқа, мынау етті арқа. Енді мынаны бағана белдемені баладар айырплан дейді дегенбіз. Мынаны балға дейді. Ар жағында бар ма екен, әкеш? Мынау мінекей етін жеп болған арқамыз мынау. Мынау енді қарасаң балға оқшақ болады. Мынау ұстайтын мына бір ғана сабы бар. Мына жақтарында мынағы белдеме секілді қанат жоқ, мұқыл. Бұдан кейін баладар арқа деп ұқса болған. Енді басқа табақтар жасадық, енді отбасы табағын жасаймыз. Мынау кәржілік, сиырдың. Оған қосымшаға міне мойын, мынау жая деп аталғанмен, мынау құймышақ, етін қосымшаға істетіп тастаған. Бұны семьяда өзіміз қабырға қосып, қимай қосып, осындай отбасында жейтін отбасы табақ деп атаймыз. Мына кәржілік, кәделжілік есептелінбейді. Бұны көбінше семья адамдары жейді. Одан кейін өрім өрген, терінің жүнін алған адамдарға осы кәржілікті асып береді екен. Кәржілікті кәдесізжілік болғанымен кәржілікті наурызға сақтаймыз. Мынау кәржіліктің етін жеген сүйегі. Мынаны чақпаймыз. Мынаның майын да алмаймыз. Осы бітеуінше түреттағы мынаны жеп болған, жілік болған екен, мынаны апарып кереге қыстырып, амандық сақтайды деп қойып қоямыз. Енді сыбаға табақ. Сыбаға табақ жасап алайық. Жамбас, қабырға, қимай,
Енді сыбаға табақ дегеніміз бір мына соғымнан ауыз тиюге, келіп жеуге тиісті үлкен адамдар болады. Құда жегжаттар болады. Енді содар келе алмаған жағдайда осындай сақталады. Ондағы себеп мынау енді еттің азайған кезі. Сондықтан осы мына бір жамбасқа осындай қосымша қосып сақталады. Бұл сыйлы құда, үлкен адамдар, мысалы үлкен әкелер болса, құда жегжаттар келе алмағанда мынаны сақтайды. Енді бұл өзі кесе кеп жейді, келмесе бұны қай уақытта болса сақтап апарып береді. Апарып беруші адамға сыбағаны қабылдаушы жақ, соған бұзау, құлын, бота, лақ, қозы сияқты төлдерден енші беріп қайтарады. Бұл сыбағаның жолы өте үлкен. Халқымыздың есің асаң, ескі асыңнан сақта деген тәмсіл осыдан қалған. Бұл қазақ халқында кем болса болмайтын бір дәстүрлі салттың бірі. Бұл көбінше үлкендерді, кәрілерді құрметтеуге, аялауға қаратылған нәрсе. Бізде ерулік табақ деген табақ бар, оған енді ерекше шарт қойылмайды. Енді ол бұрын көшіп кеп қонған семья немес ауыл, енді артынан келген семьяға ауылға ерулік апарады, бір чауғым чай апарады, құрты майын салып, сүтті чайын апарып, сол семьяның чөлін қандырып, үйін тігісет, көмектесет. Сонда біз енді оған шарт қойылмайды, мұнандай барымызды жасай апарамыз. Бір табақ етімізді асып апарамыз, бір арқамыз болса, бір жапырақ етіміз, немесе бір тал қабырға, бір қимай, осыны жасап, сол ерулікке сол семьяға алып барамыз. Бұны ерулік деп атаймыз. Кейбір үлкен ауылдарға, үлкен кісілерге сабын көріп те баратын, мал сойып та баратын. Бұл ерулік деген ет болса да болады, басқа нәрсе де болады. Күйің неге келсе соны апаруыңа болады. Енді ол көшіп келіп қонып жатқан адам, мейлі сенің танысың болсын, мейлі құда жегжатың болсын, мейлі танымайтын адам болса да, еншісі бөлінбеген қазынамыз ғой. Қысқасы, ерулік деген нәрсе береке, бірліктің, ынтымақтың асы. Енді сарқыт дейтін бір нәрсеміз бар. Сарқыт табақ деп айтады екен. Бұл сарқыт деген сөз бір үйден екі адамды бірдей қонаққа шақырса, мал сойып, осы соғым басқа тағы бір демегелерге шақырғанда, жағдай бойынша біреу бар, біреу келе алмайтын болса, анау содан дәм тата алмай қалды ғой деп, бір сынық қабырғасы болсын, бір жапырақ еті болсын, немесе ана бас болса, оның тіл жағы болсын, үйде келін бар, дәм етеді ғой деп, сонан азын-аулақ бірдеме беріп жүреді. Бұны сол сарқыт деп есептейміз. Енді біз мына қазақтың соғым сою, табақ тарту дәстүрін өз білгенімізше ұрпақтарға қалсын деп көрсеттік. Бұнда өңірлік, жағрапиялық орналасу жағдайына қарай әр аймақтың, мысалы, Тарбағатай, Іле, Ағажай. Ағажай дейтін себебі атаматы бар. Тіпті мына жағымызда іргелес Қазақстан елі бар. Солардың дәстүрі, табақ тарту салттары енді көп болмаса да, аздап-аздап өзгешелік болуы мүмкін. Сондықтан біз Тарбағатай көлеміндегі табақтың жасалуын, оның салтын, дәстүрін азда болса ұрпақтарға бұлтартпас борышымыз, білгенімізді ұрпаққа қалдыру деген үмітпен осы айтып отырмын.